Құрметті тыңдармандар, бүгін мен сіздерге ерекше бір адам туралы айтып бермекпін. Сиқырлы үн YouTube арнасына жазылып, лүпіл басып, подписка жасауға ұмытпаңыздар. Менің папам туралы. Ол менің өмірімдегі ең маңызды және ерекше адам болды. Папамның өмірі мені әрқашан шабыттандырып, өмірге деген көзқарасымды өзгерткен. Оның ақыл кеңестері, өмірлік ұстанымдары мені болашаққа бағыттап, алға жетелеген. Бүгін оның 60 жылдық өмір жолына арнап, осы ерекше естеліктермен бөліскім келеді. Папа, бүгін сіздің 60 жасқа толатын күніңіз. Бұл күнді сізсіз қарсы алып отырғанымыз жанға батады. Бірақ жүрегімізде сіз тірісіз, біз сізді ұмытқан жоқпыз. Сағыныш сәт сайын күшейіп барады. Сіздің есіміңіз Құрманғазы, Шөптікөл ауылында дүниеге келдіңіз. 5 баланың тұңғышы болдыңыз. Ес білгеннен ақ барша бауырға қамқор болдыңыз. Сіз тірегіміз едіңіз, жанашыр, ақылды, мейірімді папа едіңіз. Бала күнімде сіздің үйіңізден бір елі шықпайтынбыз. Сіздің үйде бәріміз жиі болатынбыз, улап, шулап, мәз-майрам болып жүретінбіз. Сіз әрқашан бәрімізді, бауырларды, баланы, туысты бір шаңырақтың астынан жиып отыратынсыз. Жазда Шалқар көліне бірге барған күндеріміз балалықтың ең жарқын сәттері. Сіздің 40 жасыңызды үлкен ресторанда атап өттік. Сол тойда тағы да ән салып көп ақша алған едім. Сонда сіз фортепианоға барсаңшы, сенде талант бар деп жылы жымиып едіңіз. Сол сөзіңіз мен үшін шабыт, сенім, үміт болды. Папа, сіз кеткелі бәрі өзгерді. Бұрынғыдай жиі бас қоспаймыз, бірақ жиналған сайын бәріміз сізді еске аламыз. Сіздің көзіңіз, немерелеріңіздің, жиендеріңіздің жүзінде бар. Сіздің мейіріміңіз жүрегімізде мәңгілік. Қайын жұрттарым сіздің қандай жақсы адам болғаныңызды айтып отырады. Сол кезде менің бойымды мақтаныш кернейді. Ол менің папам еді деп ішімнен айтып отырамын. Бүгін сізге Құран бағышталды. Жан дүниеміз сізді аңсайды. Папа, сізді қатты сағындық. Әттең Алланың ісіне амал жоқ. Сіз мен үшін аға ғана емес, әке болдыңыз. Сондықтан мен сізді папа деп атайтынмын. Сіздің орныңыз бөлек. Жүрегімде, дұғамда, сағынышымда барсыз. Мәңгі.